Құрметті білім алушылар, біз сіздерменен Қазақстан Республикасының Конституциясындағы өзгерістерге біраз шолу жасап өтейік. Өйткені өздеріңіз білесіздер, биылғы жылы, жаңағы 2026 жылы 15 тамызда біздің Конституциямызда жаңағы 80% өзгеріске енгізу мәселесі қарастырылды. Онда барлықтарыңыз, жаңағы кәмелеттік жасқа толған болсаңыздар, барлықтарыңыз сол сайлауға барып дауыс бердіңіздер, я? Бұл бүкіл халықтың, яғни сіздердің әке-шешелеріңіздің, ата-апаларыңыздың кәмелеттік жас деп отырғанымыз 18 жастан 63 жасқа дейінгі аралықтағы Қазақстан Республикасында тұрып жатқан азамат пен азаматшалардың барлығы бірдей өздерінің сайлау учаскелеріне барып, бұл Конституцияға өзгеріс енгізуді қабылдаймын немесе қабылдамаймын деп дауыс беруді біз референдум деп айтамыз. Өйткені ол халық, бүкіл халық бұл Конституцияға бейқам қарамайды деген сөз. Конституция дегеніміз ол біздің ата заңымыз. Біздің Қазақстан Республикасының экономикасы, саяси жағынан, ішкі саясаты, сыртқы саясатының барлығы бірдей осы Конституцияның шеңберінде жүзеге асырылады. Тіпті сіздердің білім алып отырған білімдеріңіздің өздері де Қазақстан Республикасының білім заңына сәйкес негізделінген. Ал Қазақстан Республикасының Конституциясында 30-шы бабында Қазақстан Республикасының бүкіл азаматтары қандай деңгейде болмасын, ұлтына қарамай, жынысына қарамай, нәсіліне қарамай, барлығы бірдей білім алуға құқылы дейді. Ал біздің 2026 жылғы, биылғы жылғы Конституцияның 28-ші бабында да дәл осы қағидат қалған. Сол себептен 95-ші жылғы Конституцияда бізде 2 палаталы парламент болса, қазір бізде 1 палаталы парламентқа ауыстық. Парламент дегенімізді біз құрылтай деп атында ауыстырдық. Құрылтай сайлау бізде тамыз айында болады. Сол тамыз айындағы сайлауға да біз қатысуымыз қажет.